Сәлем достар, бүгін тауықтың сорпасы туралы айтайын деп едім. Тауықтың қалдықтарын духовкада шамамен жарты сағат пісіремін. Көкөністерді үлкен бөліктерге кесемін. Пияз кесу керек емес. Піскен тауықты қазанға саламын және сұйық су құямын. Тұз және бұрышты қосамын. Су қайнағанда көкөністерді қосамын. Тағы 30 минут қайнатамын. Сорпа дайын. Етке сорпа бетке деген мақал бар. Ас болсын. Аздаған сорпаны мұздатқышқа сақтап қоямын. Сосын бұл сорпаны тез тамақ пісіргенде пайдалануға болады.